Сәлем достар, мен YouTube арнама қош келіпсіздер. Жалпы тағы да шұғыл шығарылым деп айтсақ болатын шығар. Өткен жолғы шұғыл шығарылым өзім айтқан болатынмын, аз қаралым жинайтын шығар деп, алайда мүлдем керісінше болып, көп қаралым жинап, жалпы өте сондай бір каналдың аналитикасына өте жақсы пайда тигізді. Бұл жолғы да видеом сондай болады деген ойдамын. Және бүгінгі айтатын тақырып өздеріңіз атауынан көріп тұрғандай Португалия мен Германия ойыны, тағы да сол F тобы. Жалпы F тобы осы Европа чемпионатындағы басты интригалардың жиналған жері ғой, өздеріңіз білетіндей. Жалпы ең алдымен Португалия мен Германия матчы туралы мен F тобының превьюінде айта кеткен болатынмын. Европа чемпионатының алдын және Германияны әрдайым Португалияның жолын бөгеуші қарсылас деп санаған болатын, және бұл жолы да дәл сондай болып отыр. Бір қызығы, Германияны осы матчқа дейін мен өзім сол Европа чемпионатының превьюінде айта кеткен болатын, Германияны ойын доп додасы басталғанға дейін нақты фаворит деп айту өте қиын деп, себебі өзінің қыр-сырын көп білдіре бермейтін команда, және бірінші Франциямен ойыннан кейін мен Германияны Португалия ұлттық құрамасы қалпақпен ұрып алады деп өте қатты қателескен екенмін. Жалпы ойынды өзіңіз көргендей Германия ұлттық құрамасы өте сондай бір жойқын шабуылмен бастады, тіпті гол да соқты, әрине офсайдтан. Ал Криштиану Роналду гол соққан кезде мен бітті, Германия ұлттық құрамасы осымен жабылды, өйткені сен гол соқпасаң саған гол соғады деген қағидамен гол соқты деп ойлаған болатын. Алайда Португалия ұлттық құрамасы өте нашар қорғаныста ойын көрсетті. Не үшін екенін білмеймін. Рафаэль Герейро да, Рубен Диаш, Пепе барлығы да талантпен тәжірибе мен таланттың ұйқасқан жері. Алайда не үшін екенін Германия ұлттық құрамасына келгенде өзім сол айта кеткенде, жоғарыда айта кеткен видеода айта кеткендей, жалпы Германия ұлттық құрамасына келгенде Португалия ұлттық құрамасының сондай бір қарқыны жетпейді әрқашан. Осы ойында да дәл сондай болды деп ойлаймын. Негізі жеңілетіндей ойын көрсеткен жоқ Португалия. Екінші номермен ойнағанмен 4 гол өткізіп алатындай ойын көрсеткен жоқ. Оны да айта кеткен жөн. Және Германияда 4 гол салатындай әлсіз қарсыласпен ойнаған жоқ. Мысалға Европа чемпиондары Португалия ұлттық құрамасы, өздеріңіз білетіндей. Алайда 2006 жылда, 2008 жылда, 2012 жылда, 14 жылда мен көрген бір нәрсе, жалпы өзім ешқашан түсіне алмайтын шығармын, бұдан кейін бүгін сол нәрсеге көзім жетті. Германия ұлттық құрамасына, Португалия ұлттық құрамасының қақпасына гол соғу ол аса ауыр мәселе емес. Қаласа барып гол соғып келе береді. 2008 жылы өзім әлі есімде, Михаил Баллок гол соққан кезде өте жеңіл ауладағы гол сияқты соғылған болатын, және бүгінгі голдардың әрқайсысы сондай ауладағы, двордағы футбол дейді ғой, дәл сондай болған сияқты Германия ұлттық құрамасының голдары. Ал Португалия ұлттық құрамасына өте ренішім өте үлкен. Әрине түсінем, Португалия ұлттық құрамасының басты жұлдызы бар, Криштиану Роналду. Алайда мен осы Португалия ұлттық құрамасына жанкүйер болған себебім Криштиану Роналдудан емес, Португалия ұлттық құрамасының ұзақ жылдан бергі бірінші рет осындай талантты жастарының өсіп келе жатқаны, ол Бернардо Сильва, Диого Жота, Бруно Фернандеш, Андре Сильва, Жоао Феликс, Рубен Диаш өте көп талантты жастар. Алайда әлі де Португалия ұлттық құрамасы байырғы жыры, баяғы жартас, сол жартас дейді ғой, қазақ тілімен айтқанда, сол Криштиану Роналдуға пас бер, Криштиану Роналдуға нәтижелік көрсетті, Криштиану Роналду. Ал Бруно Фернандеш, Бернардо Сильва, Диого Жота үшеуінен мен осы Европа чемпионатына нағыз сондай бір үлкен қарқын күткен болатынмын. Алайда дәл қазір ешқандай да қарқын көрген жоқпын. Өткен екі ойынмен салыстырғанда, өткен ойында әйтеуір күшпен алып кетті ғой, соңына қарай әйтеуір Ал Рафаэль Герейроның бүгінгі ойыны өте нашар болды, жалпы көңілімді қалдырды десем болатын шығар. Мен ешқашанда Рафаэль Герейроға мін таққан емеспін. Осы уақытқа дейінгі футбол жанкүйер ретінде Боруссияда да, Португалия ұлттық құрамасында да мінсіз қорғаушы деп білетінмін. Алайда бүгін автоголдан бөлек те бұлай ойын жағынан ешқандай креатив болған жоқ. Жалпы Португалия ұлттық құрамасы ойынның басы сол 15-ші минуттағы голдан кейін толыққанды провал десек болатын шығар, орыс тілімен айтқанда. Ал Германия ұлттық құрамасы кураж ұстады. Бірінші гол, екінші гол өте жеңіл гол соғып кетті. Алайда Португалия ұлттық құрамасының ойын соңында қарқынын атап өткен дұрыс.
жаңағы ойын есеп теңестіруге немесе тағы бір допқа қысқартуға әбден лайық команда болды Португалия ұлттық құрамасы. Жалпы солай, өкінішке орай Португалия ұлттық құрамасы жеңілді. Өздеріңіз көргендей Франция мен Венгрия бір есебімен тең ойнады және ең үлкен мәселе, ең соңғы турда шешіледі бұл жердегі мәселе. Үшінші орынмен мүмкін бір команда шығып кетер. Жалпы топтық кезең аяқталған кезде мүмкін ол Венгрия болар, мүмкін Португалия. Дәл қазір ештеңе анық емес. Португалияда да 3 ұпай, Германияда да 3 ұпай, Венгрия 1 ұпаймен және де 4 ұпаймен Франция бірінші орында келе жатыр міне. Дәл қазір ештеңе анық емес. Келесі матчта Португалия үшін жеңіл тиеді деп айта алмаймын, ал келесі матч Германия үшін өте жеңіл ойындардың бірі. Міне, құрметті достар, бүгінгі қысқа да болса осындай видеом. Егер сіздерге ұнап жатса, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен, Батиньо KZ арнасы.